Сәлем достар, бүгін мен осындай өте дәмді әрі оңай жасалатын банафи пайдың рецебін назарларыңызға ұсынамын. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз. Бірінші құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырып аламыз. Мен қант ұнтағын қостым. Қант ұнтағын, ұнды және де сәл ғана 1-2 граммдай қопсытқышымызды қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды қосып, осындай ұнтақ қамыр илейміз. Біздің банафи пайымыздың өте жұмсақ болуының ең басты құпиясы ол біздің майлығымыз жоғары болу керек, яғни 75%-дан жоғары болу керек. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін жұмыртқаның 2 сарысын қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді банафи пайдың қамырын осындай диаметрі 26 сантиметрлік болатын пирогтың қалыбына саламыз. Видеодағыдай жасасаңыздар болады. Сонымен қатар қыздар, егерде өте дәмді пончик жасағыңыз келсе, жоғарыда ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі балапандарыңыз бірден ғашық болады. Біздің қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін осылай шанышқымен тесіктерді жасаймыз. Сол кезде біздің қамырымыз көтерілмей бір текті болады. Мінеки біздің пирогымыз пісті. Енді оған 1-2 қасық осындай қойылатылған сгущенканы жағамыз. Одан кейін үстіне кесілген банандарды қойып шығамыз. Кремін жасау үшін осындай сливкеге 1-2 қасық сгущенканы қосамыз. Кейбіреулері оған қант ұнтағында қосқан жақсы көреді, бірақ та сгущенканы қоссаңыз, сіздің креміңіз өте дәмді болып шығады. Крем дайын болғаннан кейін осылай бізде сұйықтау болмау керек, айналдырған кезде ақпау керек. Енді оны кондитер қапшығына салып, дөңгелекті формаларды жасаймыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Енді дайын болған банафи пайдың үстіне какаоны демлеп себеміз. Банафи пай менің ең сүйікті пирогтарымның бірі. Сіздің де көңіліңізден шығып, дастарханыңыздың сәнін аша түседі. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер, жасалу жолы оп-оңай. Сонымен қатар, менің барлық рецепттерімді жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.